сюда иди. Туда, блядь. Нахуй. Дядя, блядь. Сюда, блядь, бегом, нахуй. Бегом, сука, поположу на месте, нахуй, сык, ебать. Рука, сука, на лазитере не дрогне, нахуй. Документы. Вот жалко, пидорас, нахуй. Документы есть? Ёбани. Нет. У тебя? Пиздец. Документы, блядь. Дядя, а ты братик? Казах. А, казах? Казах, нахуй. Слышь, а что ты тут забыл, нахуй? Дядя, что ты тут делаешь? Такая... Чёрт ебаный, что ты тут забыл, нахуй? Забрали с работы. Что? С работы забрали. С работы забрали? Ты откуда? С Казахстана? Какой работы? Казахстана, да? С Казахстана ты сюда приехал, придурок, блядь. Казахстан, еще вот ты, сука, пидорасил, нахуй. Сука, ёбаный. Тащить их никто не буде, нахуй. Мінекей достар көріп тұрсыздар, бейне нақты ана қазақтың жігіті айтып жатыр, иә, жұмыстан әкетті дейді. Қайдан? Қазақстаннан. Мен түсінігім бойынша оқиға қалай болды. Қазір Тоқаев біздің сатқандар бүкіл жерде не жарнама іліп жұмысқа шақырып жатыр. Ресейге, жаңағы Мариупольде құрылыс жасайсыңдар деп. Оның ешкімге құпия емес, Қостанай, Павлодар, бүкіл жерде. Анада бір бейне қойдым ғой. Тоқаев неке бір мұнайлы компания $1300 жұмыс ұсынып жатыр, жалақысы, қазақтар бармайды дейді. 1000 адам керек болды дейді ма, соның барғаны 30 адам ғана дейді. Дәл осы жұмыс. Путин қазір бәрін мәжбүрлеп жатыр, жүктеп жатыр. Нефтяной компаниялар, олигархтарды біреуге Мариупольде құрылыс жаса, біреулер тағы да басқа жерлерде сондай жұмыс жасаңдар деп, сөйтіп, елімізден биліктер легально қазақтарды құрылысқа кетіп жатыр. Ана жерге барған, құрылысқа барған адамдарды Вагнердің бандылары, қаншерлері желкесінен алады да әскерге кетіп жатыр. Ол жерде